Сәлеметсіз бе? Жабдық таңдап алдыңыз ба? Рахмет, келіп тұрыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Айгүл, Ау. жаңа қызды QR-мен төледі емес пе? Сен неліктен екінші түбіртектердің? Дұрыс қой, QR-код арқылы төлеген кезде касса арқылы чек шығару керек екен, сен білмеуші ме едің? Мен ылғи солай жасаймын. Әрбір тауар саудасы немесе көрсетілетін қызмет түрі фискалдық құжатпен рәсімделуі тиіс. Яғни төлем қолма-қол ақшамен, банктық картамен және QR-кодпен, сондай-ақ бөліп төлеу арқылы жүргізілген болса, тұтынушыға фискалдық түбіртек берілуі қажет. Мен оны білмейді екен. Бірақ сен олай жасасаң, бүкіл кірістеріңді көрсетіп қоясың ғой. Ертең көп салық төлеп жүрмейсің бе? Болат, сен мені түсінбедің. Мен заңды жұмыс істегенді қалаймын. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес фискалдық чекті бермеу әкімшілік жауапкершілікке әкеледі. Егер кәсіпкер бақылау кассалық машинасын қолдану тәртібін бірінші рет бұзған болса, оған ескерту беріледі. Ал егер бұл жағдай бір жыл ішінде тағы қайталанса, айыппұл төлеуге тура келеді. Құрметті азаматтар, фискалдық түбіртекті талап етіңіз. Бұл тұтынушы құқығын қорғаудың басты кепілі.